Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз 7-ші сынып алгебра сабағын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы алгебралық бөлшектерді қосу және азайту. Сіздермен бірге пән мұғалімі Құлымбетова Анар. Жалпы сабағымыздың мақсатына тоқталып өтейік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, яғни біз алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындауды үйренетін боламыз. Күтілетін нәтижеміз есептер шығару барысында алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды үйренетін боламыз. Енді алгебралық бөлшектерді қосу және азайту ережесіне тоқталып өтсек. Жалпы біз алгебралық бөлшектерді қосып азайту үшін жай бөлшектерді қосу және азайту ережелерін есімізге түсіріп көрейік. Бізде жай бөлшектерді қосып және азайтқан кезде, егер бөлімдері бірдей болатын болса, біз сол бөлімді өзгеріссіз қалдыратын едік та, алымдарын қосып шығатын едік. Ал егер бөлімдер әртүрлі болған жағдайда, онда біз тоқтауыш көбейткіш беріп, амалдарды орындау, ең кіші ортаға еселік беріп, амалдарды орындайтын едік. Міне бұл жерде де дәл сол ережелер қолданылады. Енді қараңыздар, бір мысал қарастырып көрейік. Бізде алгебралық бөлшектерді қосуға мысал берілген. Қосуды орындаңыз дейді. Яғни алгебралық бөлшектің алымы 4 қосу 3х бөлімі x минус 5. Екінші бөлшегіміз 4 минус 3х бөлімінде x минус 5. Демек, бөлшектің бөлімдері x минус 5 бірдей болып тұр. Яғни бірдей болғандықтан біз бөлшектің бөлімін өзгертпей жазамыз да, алымындағы өрнектерді қосып ықшамдаймыз. Сонда қосып ықшамдаған кезімізде бізде плюс 3х пен минус 3х қысқарып кетеді. 4 пен 4-дің қосындысы 8 шығады. Сонда жауабы 8 бөлінген x минус 5 екен. Енді келесі мысалымыз біздің азайтуға берілген болсын. Яғни бұл мысалымызда бөлімдер әртүрлі бөлшектерді қосып көрейік. Яғни бірінші бөлшегіміздің бөлімі x плюс 3, екінші алгебралық бөлшегіміздің бөлімі x минус 5. Енді қараңыздар, бөлшектің бөлімдері әртүрлі болғандықтан ортақ бөлімге келтіріп, бөліміне жазамыз. Ал алымындағы өрнектерді толықтауыш көбейткіштерге көбейтіп, яғни өрнек бұл жерде өрнектерге көбейтіп, оларды қосамыз. Және жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерін біріктіріп ықшамдап аламыз. Сонда бізде қараңыздар, бірінші толықтауыш көбейткішіміз x минус 5, екінші толықтауыш көбейткішіміз x плюс 3. Енді біз осы толықтауыш көбейткіштерді көбейткен кезде, ықшамдай келе, біздің өрнегіміз мына түрге келеді. Демек, x пен x квадрат пен x квадрат 2x квадрат, x-терді өзара ықшамдаған кезде минус 2 және минус 13 шығады. Енді алгебралық бөлшектерді азайтуға мысалдар келтірейік. Бірінші мысалымыз. Бөлшектің бөлімдері бірдей, x минус 4. Демек, біз бөлшектің бөлімін өзгертпейміз, сол күйі жазамыз, алымындағы өрнектерді азайтамыз. Сонда біздің өрнегіміз 2x бөлінген x минус 4 түріне келеді екен. Өте жақсы. Келесі мысалға назар аударыңыздар. Азайтуды орында деді. Демек, бөлшектің бөлімдері әртүрлі. Не істейміз? Ең алдымен өрнектерге толықтауыш өрнектерді көбейтіп, оларды азайтамыз және жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерін біріктіріп ықшамдаймыз. Сонда толықтауыш көбейткіш ортақ бөлім берсек, бізде біріншісі x плюс 4 бірінші бөлшегіміз, екінші бөлшегіміз x плюс 5-ке көбейтіледі екен. Енді біз
ықшамдауды, жақшаларды ашып ықшамдауды орындаймыз. Сонда біздің бөлшегіміз 6х плюс 23 бөлінген х плюс 5 көбейту х плюс 4 түріне келеді екен. Өте жақсы балалар, енді біз оқулықтан тапсырмалар орындайық. Мысалыға, сіздердің оқулықтарыңыздан 230 беттегі 39-да 3-ші есепті орындайық. Бұл жерде амалды орында дейді. Мен сіздерге көрсетейін, бұл жерден екіншісін көрсетейін мысалға. Екіншісін жазайық. Номері 39-да 3. Екіншісі. Яғни, бөлшектің алымында 12p азайту 1, бөлшектің бөлімі, яғни алгебралық бөлшектің бөлімі 3π квадрат азайту 1 плюс 3π бөлінген 3π квадрат. Мені байқап қарап тұрсыздар, бөлшектің бөлімдері бірдей 3π квадрат. Демек, бөлшектің бөлімін өзгеріссіз жазамын. Ал алымдарын екі бөлшекті өзара азайтуды орындаймыз. Азайту болғандықтан ол келесі өрнекке әсер етеді. Сонда минус 3π тең 12πден 3πді азайтамыз. 9π азайту минус 1 мен минус 1, ол минус 2 болады. Бөлшектің бөлімі 3π квадрат. Міне қысқартылатын өрнектер жоқ, сондықтан да біздің бөлшегіміз осы түрде қалады екен. Енді келесі бір мысал көрсетейін сіздерге. 39-да 4. Ол есепте де сіздерге да 4-тің екіншісін көрейік. 5 азайту 2-ді, 4 азайту 3-ді, 4 қосу д азайту 5 бөлімінде 4. Міне бөлшектің бөлімдері бірдей. Сондықтан 4-ның өзін жазамыз. Енді 5 азайту 2-ді, азайту 3-ді, қосу д азайту 5 тең. Міне, плюс 5 мен минус 5 қысқарып кетеді дейік. Минус 2-ді мен минус 3-ті, минус 5-ті болады. Оған д-ны қоссақ, минус 4-ті болады. Бөлшектің бөлімі 4с. 4 пен 4-ті қысқартып жібереміз. Жауабы минус д бөлінген с болады. Міне, осы мысалдарға қарай отырып, сіздер мына тапсырмаларды орындайсыздар. Яғни 39-да 4, 39-да 3 және 39-да 5 тапсырмаларды орындаңыздар. Және оқушылар,
сіздерге қосымша тапсырма, үйге тапсырма десек те болады. Бұл тапсырмаларды